пирог дайындаймыз. Ең алдымен жұмсақ сармайымызға секерімізді тұзымыз салып, жақсылап венчикпен шайқаймыз. Үстіне ұнымызды, қопсытқышта какаоны салып, және де қаймағымыз салып, араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Жұмсақ қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкен бөлігін тоңазытқышқа, кішкентай бөлігін мұздатқышқа салып қоямыз. Енді вареный сгущенка, творог, жұмыртқаны блендермен езіп аламыз. Бір келкі болғанша. Енді үлкен бөлігін алып, қамырымыздың осылай формамызға салып, жан-жағын шығарып, енді ортасына начинкамызды салып, енді кішкентай бөлігін мұздатқыштан алып, осылай теркамен өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. 180 градуста 40-50 минут пісіреміз. Осымен пирогымыз дайын, ас болсын.